Баршаңа сәлем достар. Бүгінгі видеода біз Ио атты фильмге шолу жасаймыз. 2019 жылы шыққан фильм фантастикалық жанрда болмақ. Біздің видеоны соңына дейін көріп, өз бағаңызды беруді ұмытпаңыз. Ал біз шолуымызды бастасақ. Ол кезде жер шарында біраз адам өліп, дәл қазіргі біздің өмір сүріп жүрген шағымыздан әлде қайда болашақта еді. Жерді улы газ басып, ауа бұзылады. Нақтырақ айтсақ, аммиак ауада таралып, тиісінше жұтқан тіршілік иесінің барлығын өлтіріп бастайды. Ал қазіргі уақытта осының салдарынан жерде бірде-бір тіршілік жоқ. Адамдар ғарыш кемелерге отырып Юпитер ғаламшарының жанына көшіп кеткен еді. Ғарыш кеме сол жерде энергия жинап, адамдар үшін жаңа мекен саналды. Ал жерде тек саусақпен санарлық адам қалды. Саманта, Уолтер скафандр арқылы жерде жүр. Қараусыз қалған ғимаратқа кіріп, қосалқы бөлшек іздей бастайды. Онда жүріп бір қызық затқа куә болады. Ауада улы аммиак болса да, ол суда тіршілік етіп жатқан жәндіктерді байқайды. Судың бір құтысын өзімен бірге алып шығып кетеді. Бұл кезде жердегі өсімдіктердің түсін өзгерте бастағанын байқаймыз. Саманта киген скафандрдағы ауаны жаңартып қайта жолға шығады. Алып бір жотадан өткенде ол өзінің ауасын толтырып ала алатындай жерді кезіктіреді. Бұл Самантаның базасы болатын. Қыз базаға кіріп, костюмін тазалап, душ қабылдайды. Кейін компьютер алдына отырып ғылыми мәтін жаза бастайды. Ол әлі де болса жер шарында тіршілік қалғанын және тоқтамағанын жазады. Оның ойынша ауаның құрылымы өзгергендіктен, мұндағы жәндіктер мен өсімдіктердің де сол ауа құрамына қарай ыңғайласып, эволюцияға ұшырап өмір сүріп жатқанын жазады. Кейін осы мәтін ғарыштағы адамдар тұрып жатқан Ио станциясына жібереді. Нақтырақ айтсақ, сол жердегі Илон атты инженер жігітке. Жігіт Самантаны жақсы көретін және оның келуін тосып жүр. Кейін Саманта осындағы орман араларын ішінен бір-екеуін алады. Араларды алып қалып кейін қолданысқа жарайды деп үміттенеді. Самантаның ойынша, егер жәндіктер мен өсімдіктер эволюция жасап өмір сүруін жалғастырса, демек араларда тіршілік тоқтатпайды деп ойлайтын. Ара Саманта үшін маңызды рөл ойнайтын. Осы араларды ауаға бейімдесе, олар қайта өсімдіктерді тозаңдандырып, тіршілік жалғасады деп пайымдайтын. Бірақ жаңағы алған арасын қорапқа салып, оған эксперимент жасап көріп еді, ара өліп қалады. Кейін Самантаға Илоннан хат келеді. Инженер жігіт Ио станциясына жетерліктей энергия жинағандықтарын және біраз күндерден соң Ио станциясына жүріп сапарлайтынын айтады. Сондықтан да жігіт Самантаның жерден ұшатын соңғы ғарыш кемемен Иоға келуін өтінеді. Бұл уланған жерден кетіп, Иоға баратын соңғы ұшақ еді. Саманта үшін де соңғы мүмкіндік. Саманта әкесінің аудио жазбасын тыңдайды. Онда кесе адамдардың ауаның өзгеріске ұшыраған түріне бейімделе алатындығын айтады. Кейін Саманта өзіне эксперимент ретінде ине салып сынақтар өткізеді. Компьютерге жаңа хабарлама келді. Бұл Илоннан еді. Самантаға жазған хатында жігіт станция жаңа тіршілік етуге жарайтын жерге ұқсас ғаламшар тапқандығын айтады. Ол Проксима аймағында орналасқан еді. Және ендігі барлық станциядағылар сол ғаламшарға бармақшы екен. Сапарлары 10 жылға созылатын. Саманта хатты соңына дейін оқып үлгермеді. Компьютердің мониторы істен шықты. Кейін қалаға барып сол жерден кабель алып келіп, мониторды жөндеймін деп ойлады. Ал осы уақытта ауа райы бұзылып, үлкен сұрапыл дауыл басталды. Дауылдың салдарынан ауадағы уланған аммиак көбейеді. Ал жолға шыққан Саманта мотоциклмен қайта базасына оралып үлгерді. Мұнда келе салысымен тесік саңылаудың барлығын жауып, барынша ауаны өткізбеудің қамына кірісті. Ал компьютердің істеп кеткенін көргеннен соң Илонның хатын оқиды. Ол қыздың міндетті түрде бірер күнде ұшатын ұшақпен келуін өтінеді. Егер осы мүмкіндікті пайдаланбаса, екеуі енді бірін-бірі мүлде көре алмай қалатын. Ал таңертең дауыл тоқтап, ауа райының саябырсығанын байқаймыз. Бірақ сыртқа шыққан Саманта ара омарталарының шайқалып, ішіндегі барлық араның өлгенін көреді. Оған қоса базаның бірер бөлігі дауылдан қирап та қалған екен. Осы кезде ол аспанда ұшып келіп тоқтаған әуе шарын көреді. Ішінен ер адам шығып, мұндағы ауаның таза екенін бір тексеріп маскасын шешеді. Ал Саманта оны көріп таң қалғандай болды, себебі адам көрмегелі біраз уақыт болған еді. Жігіт өзінің доктор Генриді іздеп жүргенін айтады. Саманта оған көмектесетінін айтады. Ал Михей атты бұл адам тек Генримен сөйлеседі екен. Михей өз әңгімесін толықтырып, өзінің тоқтап жөн сұраған жерлерінен тек өлімді көргенін айтады. Сондықтан ол осында қалып Генри докторды күтетінін жеткізеді. Саманта қонақты жақсылап күтіп, оған свежий жемістерін турап тамақ дайындап береді. Ал Генри оның бұл тамағына таң қалады. Кейін жаңағы аудио жазбаны тыңдайды. Ал осы жазбаны радиодан тыңдаған еді.
Ол осы жазбаны радиодан тыңдаған еді. Саманта жігітке өзінің жылы жайын көрсетеді. Оның денесіндегі татулар болса жануарларға қатысты еді. Михейге Генри доктордың өзінің әкесі екенін айтқанда жігіт таң қала қоймайды. Өйткені өзі де сезіп жүрген еді. Саманта әкесі екеуінің бірге жануарларға жүргізген сынақтарын көрсетеді. Мысалы, шошқаны ауаға бейімдеп көрді. Бір апта нәтижесінде ол қайтыс болды. Шамамен барлық дерлік сынақтар осындай нәтижемен аяқталған болатын. Жігіт үйді қарай жүріп Самантаның анасының Генридің кесірінен өлгенін анықтайды. Нақтылай айтсақ, жер бұзылған кезде әкесі отбасын басқаларымен бірге ғарышқа жіберудің орнына жерде қалдырады. Осы ақпараттан соң Михей неге екені белгісіз қатты ашуланады. Ал қыз кейіннен оған әкесінің соңғы қоштасар сөздерін айтады. Әкесі қызды Самантаны біраз уақыттан кейін станцияға жібермек болған. Бірақтан өзі осы іске үлгермей қайтыс болып кетті. Михей енді Генридің өлімін білді, ал енді ол Самантаны өзімен бірге алып ғарыштағы станцияға кетуге жоспарлайды. Қыз да оның осы ұсынысына келісті. Ұшаққа жету үшін Михей өзінің әуе шарын толтыра бастады, ал үйде жүрген Саманта осы уақытта Михейдің сөмкесінен бір затты көрді. Таңертең Михей таң қалған күйі қираған омартадан тірі араны тауып алады. Бірақ Саманта оған бұның ештеңе білдірмейтінін және аса маңызды еместігін айтады. 1-2 сағаттан соң Саманта ғарыштағы Илоннан хат алады. Хатта Ио станциясының сапарға шыққалы жатқанын және осымен қоштасатынын жазылған, және бірер күннен соң сапарларына кететін. Ал Саманта осыны оқып жылайды, себебі Михейдің әуе шарымен ұшаққа жете алмайтын. Ауа райы бұл кезде желсіз болып, әуе шарымен ұшуға қолайсыз болып тұрған еді. Михейді осы ауа райының желді болмағанына ашуланып, оған қоса Ио станциясының сапарға жақын күнде шығатынын естіп, одан сайын көңілі түсті. Ал Саманта жігітті сабырға шақырып, сүйіп алады. Үйіндегі телескоп арқылы Михейге Ио станциясын көрсететін. Бұл жерден ол анық көрінетін. Саманта ақыры жерде қалуға шешім қабылдады. Одан бөлек оның басқа варианты да болмады. Ал Илонға әкесі Генридің бірнеше жыл бұрын өлгенін, ол жерде қалғанының өз себебі барын жазып жібереді. Ал Михей өз әріптестерінен ұшақтың орналасқан мекенін анықтайды. Ұшақтың орналасқан орны олардың әлде қайда алыс болып шығады. Әуе шарының гелі жетпейтіндігін түсінеді. Михей станцияға жету үмітінің үзілгеніне ашуланды. Кейін Самантаға өзінің әйелінің осы Генридің кесірінен қайтыс болғанын айтады. Кезінде Генри бұларға жерде қалып ауаға үйренуге болады деп үміттендіргенде, оған күмәнсіз сенген Михей әйелімен бірге қалады. Бірақ кейін әйел қайтыс болып өзі ғарышқа кетеді. Ал мұнда келген себебі Генриден кек алу екен. Бірақ ендігі оның қайтыс болғанын естіген соң, оған қоса оның қызымен жақсы араласқан соң ол ойынан қайтқан. Самантаны алып ғарыштағы Иоға жетуді жоспарлаған еді. Бірақ гель жетпейді, ал Саманта оған қиранды қалада гель барын айтады. Екеуі сол гельді алып келді шешті. Содан соң әуе шарын толтырып ұшаққа аттанатын. Радио арқылы жерде жүрген барлық зерттеушілерге Генри доктордың жоспары іске аспаған, ал ендігі олардың барлығын ғарышқа кетуі тиіс екендігін хабарлайды. Келесі күні бірге мотоциклмен жаңа гельді алады. Сол жерде әуе шарларын толтырады. Михей гельді қолданып жатқанда Саманта қаладағы музейге барады. Әуе шары бұл кезде дайын еді. Михей қызға кету керектігін айтқанда, Саманта әкесінің жерде тіршілік етуге болатындығына сенетінін және кетпейтінін жеткізеді де маскасын шешіп жібереді. Михей амалсыздан жалғыз ғарышқа аттанды, ал Саманта жерде қалды. Бірнеше жыл өткеннен соң жағажайда тұрған Самантаны көреміз. Ал оның артынан жүгіріп келе жатқан Михей екеуінің баласы бар еді. Жердегі ауа Саманта мен баласына еш зиян туғызбайтын. Өйткені ара сияқты. Саманта Михей мен сондағы тұрғындарға хат жолдап, жерге келуге қорықпаңдар, туған жерлерің оралатын уақыт жетті деп жазады. Осылай фильм соңына жетеді. Сізге қалай ұнады ма? Ио фильмі жайлы өз ойыңызды комментарийге бөлісе кетіңіз. Біздің арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.